Дұрыс айтып жатсыз, мына шыбын-шіркей қазір мына Түркістан облысында былай тарап жатқан мән-жайы бар. Мен бұл бойынша да неғылдым, бұған үлкен қаражат қарастырған болған. Бұдан бөлек мына шегірткенің көбеюі жағында үлкен зардап келіп жатыр мына диқандардың. Бұл бойынша қазіргі таңда мына облыстың замакіммен сөйлестім. Бұлар қазір мынау дәрі-дәрмектерді сеуіп, мұны қаражатты бөліп, ары қарай жұмыс жүргізіп жатқан, ақпаратты беріп жатқан жайы бар. Белгілі бір ауылдарда күндіз тыныстау тіпті жүру мүмкін емес дейді. Тыныс алайын десең, тынысыңа кіріп бара жатыр, көзіңе кіреді, аузыңа кіреді, тіпті тіршілік ету мүмкін емес деп жатыр. Бұл енді төтенше жағдайға келу мүмкін емес пе? Өте дұрыс айтасыз. Мына әсіресе мына Отырар, Арыс болмаса мына Шардара округтары бойынша жаңағыдай мал шаруашылығы көп жерлерде осындай шыбын-шіркейдің көбейіп бара жатқан зардап шегіп жатыр. Халықтың өзі жаңағыдай мысалы сыртта отырып, мынау қазір біз жақта білесіз, өңірлерде күн жылып кетті. Сол жақта сыртта отырудың, тамақ жеудің болмаса жаңағыдай сыртта жүрудің өзі мүмкіндікті қиындатып жатыр деп естіп жатырмын. Бұл бойынша қазір қаражаттар бар екен, қазір жұмыс жасап жатыр. Ары қарай да бұны өзіміздің қадағалауымызда болады. Бөлінген қаражат үлкен, нәтижесіздік немен байланыстырады? Нәтижесіздігі, егер де бұны бөлінген қаражатты былай сол салада жұмсап, ары қарай бұны шектеу қоя алмайтын болса, оған тексерістер жіберіп, ары қарай анық-қанығын бәрін білетін боламыз құзырлы органмен.